Assalomu alaykum. Bugun o'ta dәмді ponchiklar dayarlaymiz. Al ketdik. Bismillah deb 900 gram unni yelegishdan o'tkazib alamiz. Keyin üstüne 15 gram qo'psitgich, жарты stakan qand, 1 shay qoshiq tuz, 3 yumurtqani jarib solib, qoshiqpen немесе venchikpen немесе analarimiz tәрізді qo'limizni salib aralastırıp 250 ml sütті bölme temperaturasındağı quyup qamirimizni yaxshilab aralastırıp qo'limizben ileymiz. 30 gram margarin немесе sarı maydı salamiz da bölme temperaturasındağı qamirni ilewni жалғастырамыз. 100 ml жылы суды quyup qamirдің иіні қанғанша илеп аламыз. Дайын болған қамырды бетін жауып 30 минутқа жылы жерге қоямыз. 30 минут өткеннен соң сәл ұн себемізде қамырымызды теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Теңдей болып бөлінген қамырларымызды қолымыздың көмегімен домалақтап бір келкі етіп жаямыз. Кейін сіздерде егер жүрек тәрізді форма болмаған жағдайда домалақ етіп пішіндесеңіздер болады. Мен мұнда жүрек тәрізді форманың үлкенін және кішкентайын қолданып жүрекше тәрізді пончиктерді даярлап кесіп алдым. Және де артық алынған қамырды салфан пакетке салып отырыңыздар, кеуіп қалмас үшін. Дайын болған пончиктердің бетін жауып бөлек жерге қоямыз. Кейін қалған қамырдың барлығын басын біріктіріп, тағы да теңдей бөліктерге бөліп, қолымызбен домалақтаймыз. Және бір келкі бірдей етіп қамырларды жаямыз да кез келген домалақ затпен ортасын кесіп аламыз. Мен мұнда пластик бутылкасының крышкасын пайдаландым. Және де бір ыдыспенен пончикпен шақтас үстіне қойып, домалатып бірдей етіп алсаңыздар болады. Табаға майымызды құйып, көтерілген пончиктерді қызып тұрған майға салып, қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Дайын болған пончиктерді салфетка төселген ыдысқа саламыз. Артық майы сіңу үшін. Дәл осылай қалған пончиктерімізді де қызып тұрған майға салып, қызартып пісіріп аласыздар. Міне мұнда менің домалақ пішінді пончиктерімде дайын болды. Оны да салфетка төселген ыдысқа салып, артық майын сорғытамыз. Кейін екі ыдысқа біреуіне ерітілген шоколад пен екіншісіне қойылтылған тәтті сүтті, яғни сгущенканы құйып, пончиктерімізді батырып малып аламыз. Кейін шоколад батырылған пончиктерді қант ұнтағымен, ал сгущенкаге батырылған пончиктерімізді үстіне кокос ұнтағын сеуіп әсемдейміз. Үйдегі балаларымның көңілінен шықты. Өте дәмді, өте үлпілдек болып піскен. Ортасы толық пісіп, көпіршік тәрізді. Ешқандай да жабысып, іші қамыр болмайды. Баршаңызға ас мәзірі ұнаса, біздің YouTube арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. Біздің YouTube арнаны қолдап, үлпілдеріңізді басып аямаңыздар. Өз пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырыңыздар. Ас болсын.